Қайырлы күн. Бүгін пицца пісіруді үйренеміз. Керекті заттарымыз. Және бізге нан дрожжысымен нан ашытып алу керек. Дрожжы қойып үйренеміз. Алдымен нан дрожжымызды алып, қайнақ суға бір қасық салып, араластырып аламыз. Нан қопсытқыштан алып, жарты қасық, жарты ас қасық қопсытқыштан салып, араластырамыз. Келесі қант. Ас толтырмай шай қасықпен қант қосамыз. Енді бәрін араластырып, ұн қосып, електен ұнды қосып, жақсылап араластырып, бетін біраз уақытқа жауып қоямыз, көтерілгенше. Ал дрожжымыз көтерілді, ұнымызды електен өткізіп алып, көтерілген дрожжымызды ұнға құйып, тұзды суытылған су қоса отырып, суға тұз қосып, жақсылап араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін және қолға жабыспас үшін сұйық майдан қосып илесек болады. Нанымыз жақсы көтеріледі, қолға жабыспайды, айры жұмсақ болады. Жақсылап араластырамыз. Өстіп жетпесе тағы да су қосасыздар. Қатты болып қалмасын, қыздар. Жақсылап араластырдық. Қолмен, ары қаратай қолмен қамырымызды жақсылап илейміз. Бір-біріне басы біріккенше жақсылап илеп, жауып қоямыз біраз уақытқа. Міне нанымыз көтерілді. Нанымызды қазір бөліп, ашқан қамырымызды пиццаға дайындаймыз. Міне нанды екіге бөлеміз қазір. Формам менің үлкен, сол себепті менде 2 пицца шығады. Қазір 2-ге бөліп алайын. Ары қаратай сіздермен бөлісіп отырамын. Видео барысында бәрі көрініп тұр. Астына ұн сеуіп, 2 бөлікке бөліп, тындырып қоямыз біраз уақытқа, бетін жауып. Жұмсақ, қолға жабыспайды, жақсы қамыр шықты. Ал енді салмасына дайындалайық. Салмасына керекті заттар: қызанақ, бұрыш, колбаса, майонез, три желания кетчупы және сыр керек. Өстіп 4 бұрыштап турап, помидорды жартылай бөліктерге турап, жіңішке етіп турап аламыз. Жақсылап турайсыздар.
Видео көрініп тұрғанда енді сырымызды өткіземіз. Сырымызды үккіштен өткізіп дайындап алдық. Тестамызды формаға салып, бетіне салмасын салып, духовкаға дайындап жатырмыз. Міне, духовкамызға салып, духовкамызға 40-45 минутқа 180 градусқа қоямыз. Ал дайын болып қалды, түсірдік. Ас болсын.